Мен сізге жалпы сіздің позицияңыз түсініксіз болып тұрмаған. Сіз жалпы айтып жатсыз да, мысалы сөзіңізде, бір жағынан сіз аянға үміткер болып келдіңіз, бірақ бір жағынан айтып жатсыз, мен осы жұптың қарап жүрдім, осы жұптың жанкүйері болдым деп жатсыз. Болмаса, третий лишний болып, екеуінің жақындасуына бір себеп болармын дедіңіз. Жалпы сонда сіздің позицияңыз қандай? Өте орынды сұрақ. Мен айттым, мындай сөз бар ғой, жашы ниет, жарым ырыс. Мен жашы жұп құрып, жашы мамиле қылып, жашы семья құрып, ошондай ниетте келдим. Тақыр болбой қалса, анда екінші вариант, может, екі жұп қошылып кетеді. Бірақ менің ойымша, Сумая хан, келген кезде, мысалы, сіз нақты аянды таңдап келдіңіз ғой. Әрине де, бұл жерде сіз үміткер болып келгендіктен нақты шешім қабылдау керексіз деп ойлаймын. Бірақ та екінші варианттың болу жалпы, әрине, ниетіңіз дұрыс, әрине, дұрыс. Бірақ та екінші вариантты қарастыру негізі қателеу деп ойлаймын, себебі бұл кісілер өздерінің жұптығын жалпы доғарды. Жалпы өзіңіз бірінші вариантты қарастырғаныңыз орындырақ болады деп. Сумая, қолымнан келішінше әрекет қыламын. Сізге сұрақ қояйыншы. Сумая, негізінде осы жерге мен таңдап келе жатқан кезде, енді былай өзіңіз зерттеп ойлаған кезде, осы аян негізінде болашақта қасымнан өзімнің күйеуім ретінде көре аламын деген бір ой болды ма сізде?